Сәлем достар, қалдарың қалай? Біздің YouTube каналымызда жаңа видео сіздермен бірге Данела, Мирас және аналары. Бүгін Данеля мен Мирас ойын ойнайды. Өте қызықты ойын, әртүрлі түсті стакандар бар және осындай карточкалар бар. Қазір ойынның шартын түсіндіріп кетем. Қараңыздар, мысалы, мына жерде мынандай карточка. 5 стаканнан құралған, әртүрлі түсті құрылысы әртүрлі болады. Кім бірінші осы стакандарды тура ретіменен, түсіменен жинап бітеді, сол жеңімпаз болады. Мына жақта 4 түрлі карточка, мына жақта 2 стаканнан құралған, 3 стаканнан құралған, 5 стаканнан және 6 стаканнан құралған карточкалар. Бірінші бастаймыз 2 стаканнан, сосын 3, 5, 6 деп кетеді. 4 раунд болады. Бірінші раундта 2 стакан, иә? Осы ойында Данеля мен Мирас түстерге және құрылысына мән беру керек. Ал бастаймыз ба? Ал қазір 1, 2 мына жақтан көрейін. Достар, қараңыздар. 1, 2, 3. Бастаңдар. Кім бірінші? Мирас кішкене тезірек, бірақ екеуі де молодцы. 1-1, иә? Екеуі де жеңді. Бірдей түсті алып, бірдей құрылыс жасады. Молодец. Енді екінші раундқа көшеміз, иә? Ал достар, енді екінші раунд. Екінші раундта 3 стаканнан құралған құрылыс. Мына ортасынан таңдайық, ортасынан. Бастаңдар. Кім бірінші? Данеля бірінші болды. Мирас кішкене сасқақтап қалды, иә? Молодец, Данеля. Тура бірдей істедің бе? Молодец. Екінші раундта Данеля жеңді. 2-1. Біз келесі 3-ші раунд өтеміз. 3-ші раундта 5 түрлі стаканнан құралған болады, иә? Ал біз 3-ші раундқа өтеміз. Ал достар, енді 3-ші раунд. Әзірше 2-1. Қазір 3-ші раундта кім жеңеді екен, бірге көреміз. Ортасынан алайын. Ортасынан қандай карточка шығады екен. Достар, қараңыздар. Ал 1-2 баста. Кім бірінші? Данеля тезірек болды, бірақ Мираста қалыспады. Молодец. 1-1 балл берем. Сонымен 3-2 болады, иә? Молодцы. Қараңыздар, суреттегіндей тура істеді. Ал біз енді келесі 4-ші раундқа өтеміз. 6 стаканнан құралған. Ал 4-ші раунд. 4-ші раундта 6 әртүрлі түстен құралған суретті қазір шығарам. Сол суретке қарап, балалар тура солай істеу керек, иә? Бастаймыз ба? Ал, міне мынақтан бәрі 6 суреттен құралған. Так, давайте мына біреуін аламыз да, бірінші өзіміз көреміз. Ал, 1, 2, 3. Бастаңдар. Мирас бірінші болды, молодец. Енді көреміз. Фиолетовый, жасыл, оранжевый, сары, көк, бордовый. Данеля, сенің асты жағы дұрыс емес. Қарасай суретке. Суретке қара. Ой, жасыл мен оранжевый да орын ауыстырып жібердің ба? Осы 4-ші раундта Мирас жеңді. 3-3. Иә? Ал енді 5-ші раунд ойнаймыз ба? Кім жеңеді екен? Давайте, ал біз онда 5-ші раунд ойнайық. Өйткені ничья, 3-3. Қазір 4-3 болады. Біреу жеңеді, иә? Ал біз 5-ші раундқа өтеміз.
Ал достар, 5-ші раунд. 3-3 болғандықтан 5-ші раунд ойнаймыз деп шештік. Ал екеуіне де әртүрлі қойдым. Қазір екеуі ашады. Соған қарап стакандар рет-ретіменен, түсіменен қойып шығады. Кім бірінші бітіреді, сол жеңімпаз болады. Бастаймыз ба? Иә. 1, 2, 3 бастаңдар. Biraz yumurta pişirip Ал көреміз. Бірінші Мирас бітірді, жинап. Дұрыс па екен? Сары, оранжевый, көк, бордовый, фиолетовый, жасыл. Тұрған тұрыстары дұрыс, молодец. Енді Данелянтын көреміз. Бордовый, оранжевый, көк, фиолетовый, сары и жасыл. Молодец, Данеляда. Бірақ бірінші болып бітірген кім? Мирас, молодец. 10.000 теңге саған. Молодец. 4-3, е? Бірақ Данеляда молодец, қалыспайды. Ал осымен біздің видео аяқталды. Қиратып ұшы. Біз сіздермен қоштасамыз, е? Бәріне пока!